Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабақтың тақырыбы жиынды және оның элементтерін белгілеу, яғни 54-ші сабақ. Балалар, бүгінгі сабақта біз жиынды және оның элементтерін белгілеуді, элементтердің жиынға тиістілігін анықтауды үйренеміз. Ең алдымен есімізге түсіріп алайық. Жиын дегеніміз не, элемент дегеніміз не, балалар? Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин бұл жемістер жиыны. Тура солай, суретке қарайтын болсаңдар, кеселер жиыны, гүлдер жиыны, құстар жиыны, аттар жиыны деп алуға болады. Мінекей балалар, өздерің көріп отырсыңдар, жиын ортақ белгісі бар заттардың жиынтығы. Бұл жануарлар жиыны, ойыншықтар жиыны және балықтар жиыны деп есімізге түсірдік. Сонымен қатар жиынның құрайтын элементтері бар екен. Яғни жиындарды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Мысалы, кеселер 6 элементтен тұрады, себебі оның саны 6. Гүлшоғы 6 элементтен тұрады. Құстар 6 элементтен тұрады, себебі 6 құс. Аттар 3 элементтен тұрады, себебі саны 3. Алла, есімізге түсірсек, онда оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Нысандардың ортақ қасиеттерін атап, екінші суретте жиындарды атап. Ең алдымен бірінші суретке қарайтын болсақ, балалар, нысандағы ортақ қасиеттер бұл жерде құс, яғни құс және инелікпен ара, яғни ол жәндік, қонақ денелі деп айтуға да болады. Сонда балалар, бұл бізде құс пен жәндікті қосқанда бұл жануарлар болады. Бұл оның қасиеттерін атап шықтық. Ал енді жиындарға екінші суретке тоқталатын болсақ, жиындарды атасақ, бұл жерде өздерің көріп отырсыңдар. Тек қана құстардың бейнесі салынған, яғни бұл құстар жиыны болады. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз, балалар. Жиынды белгілеу үшін Эйлермен диаграммасы деп аталатын сызба қолданылады. Бұл ішіне жиын элементтері орналасқан дөңгелек. Жиынды латын әліпбиінің бас әрпімен белгілейді. Мысалы, бірінші жиынға қарайтын болсақ, өздерің көріп отырғандай, яғни бұл сандар жиыны. Қарайықшы балалар, қандай сандар? 12, 27, 13, 42, яғни бұл 2 таңбалы сандар. Екінші жиынға қарайтын болсақ, бұл бізде шаршылар, яғни шаршылар жиыны. Басқаша, біз оларды латын әліпбиімен белгілейтін болсақ, онда А жиыны және В жиыны деп бас әріппен белгілейміз. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Жиын элементтері латын әліпбиінің кіші әрпімен белгіленеді. Мысалы, міне А жиынында A, B, C элементтері бар. Екінші В жиынында M, L, N элементтері бар. Яғни, бұл жерде бізде өздерің көріп отырсыңдар балықтар жиыны, екінші құстар жиыны болып шықты. Енді математикада қандай да бір элементтердің жиынға тиістісі немесе тиісті емес екендігі көрсету үшін балалар бізде мінекей тиісті және тиісті емес белгілері қолданылады.
Мысалы, А жиыны және Б жиыны. Яғни, Б элементі А жиынына тиісті. Ал М жиынының элементі А жиынына тиісті емес. Міне балалар, тиісті емес белгісі мына жерде көрсетілген. Көрдіңіз бе балалар? Қандай да бір элементтің жиынға тиісті немесе тиісті емес екенін көрсету үшін белгілер қолданылады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Әр жиынға атау беріп, бейнеленген жиын элементтерін сөзбен жаз. Әр жиынға тиісті емес бір элементтен ойлап, тап және ата. Балалар, ең алдымен біз сендермен жиындарға атау берейік. Кәнеки қарайық. Аю, түлкі, қарс, қасқыр. Қалай ойлайсыңдар? Жиынның атауы не болады? Ойлаңдар. Дұрыс таптыңдар. Жабайы жануарлар. Екінші жиынға қараймыз. Сиыр, түйе, жылқы, ешкі. Бұл жиынға қандай атау береміз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл бізде үй жануарлары. Мінеки балалар, өздерің айтқандай, жабайы жануарлар және үй жануарлары. Тамаша балалар. Ал енді осы жиынға белгіленген жиын элементтер сөзбен жазып қарайық. Яғни аю, қасқыр, түлкі, сиыр, түйе деп жазып қарайтын болсақ, балалар, мінеки, әр жиынға тиісті емес бір элементтен ойлап тап. Не балалар? Жабайы жануарлар. Ол аю, қасқыр, түлкі, жолбарыс. Яғни А жиыны. Дағы элементтері, яғни аю, қасқыр, түлкі, жолбарыс. Ал үй жануарлары сиыр, түйе, ешкі, жылқы В жиыны. Яғни сиыр, түйе, ешкі, жылқы бұл оның элементтері болып табылады. Ал енді балалар, мысалға алатын болсақ, А жиынына сиыр элементі, жаңағы сиыр, яғни басқаша С әрпімен белгілейтін болсақ, кіші әріппен С элементі тиісті емес болады. Көрдіңіз бе? Бізге айтып тұрған. Әр жиынға тиісті емес бір элемент ойлап тапты. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көңіл бөлеміз. Балалар, сендермен жиын ойластырып қарайық. Оған тиісті мысалды атаймыз. Мысалға алатын болсақ, жолбарыс, арыстан, қоян, елік деп алдық. Яғни бұл бізде сүтқоректілер жиыны. Сүтқоректілер жиынын С жиыны деп белгілесек болады. Келесі балалар, ал қараңызшы, С жиынына мына құмырсқа, қонақ денелі жата ма? Оны қалай оқимыз? Дұрыс айтасыңдар. С жиынына К элементі тиісті емес болып шықты. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталып қалды. Оқу тапсырмасы 51-ші бет, 4-ші есепті бағандап шығару. Балалар, сау болыңдар.